Сәлем достар! Бұл видеода көптеген инвесторларды қызықтыратын және қиын тақырыптардың бірі салық туралы айтатын боламын. Салықтың қыр-сырын әрбір инвестор білуі керек деп ойлаймын. Осыған дейін каналдың біраз көрермендері осы сұрақтың қызықтыратындығын жазған болатын. Сол себепті бүгін сіздерге инвестициялауда қандай салық төлеу керектігін, сонымен қатар қай кезде салық төлеуден босатылатындығыңыз туралы айтып бергім келіп отыр. Тақырыпқа кіріспес бұрын сіздерден каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, тақырып сізді қызықтыратын болса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Сонымен қатар, бұл видео толығымен маңызды ақпаратқа толы болғандықтан, сіздерге оны соңына дейін көріп, таныс инвестор достарыңызбен бөлісуге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып болсаңыздар, тақырыпқа кірісейік. Әрине, инвестициялау жалпы алғанда табыспен тікелей байланысты екендігін білетін шығарсыздар. Ал кез келген табысқа заң бойынша салық салынады. Әрине, кейбір ерекше жағдайларда болмаса. Негізі, Қазақстанда салық туралы ақпаратты табу біршама қиын десек қателеспейміз. Және заң жиі өзгеріп тұратындығын өздеріңіздер де білесіздер. Бұл видеода қазіргі уақытқа сәйкес ақпаратпен бөлісетін боламын. Сонымен, инвестициялау табыс көзі болғандықтан, оған табыс салығы салынады. Бірақ, сіздерге бір қуанышты жағдайды қоса айтып кеткім келіп отыр. Ол тек касса биржасында сауда-саттық жасайтын инвесторларға тікелей қатысты. Қазақстандық биржаларда сауда-саттық жасайтын инвесторлар салықтан толықтай босатылады. Бұл дегеніміз, бағалы қағаз бағасының өсімінен түскен табысқа, немесе дивидендтен түскен табысқа және де басқа кез келген табысқа ешқандай салық төлемейсіз. Алайда, басқа елдің биржаларында сауда-саттық жасап табыс тапқан болсаңыз ше, әрине, ол жағдайда салық төлейсіз. Бұл жағдайда сіз биржа орналасқан елге және де Қазақстанға салық төлейсіз. Яғни, екі елге де салық төлеуге міндеттісіз. Әдетте, ақш биржаларында сауда-саттық жасайтын адамдар бірден W8 BAN формасын толтырып жатады. Осы форманы толтырған жағдайда ақш сізден автоматты түрде табыс түскен сайын салықты ұстап қалып отырады. Яғни, шет ел биржалары әдетте егер дивиденд түрінде табыс алсаңыз, автоматты түрде сізден дивидендтің 10-15% ұстап қалады. Ал бағалы қағазды сату арқылы тапқан табысқа ешқандай салық салынбайды. Өкінішке орай, Қазақстанда салықты ешкім сізден автоматты түрде ұстап қалмайды. Барлығын өз қолыңызбен өткізу керексіз. Қазақстанда салықты әр жылдың сәуір айында төлеу керексіз. Егер шет елдік биржада дивидендтік табыс тапсаңыз, шамамен оның 5%-ын Қазақстанға салық ретінде төлеуіңіз керек. Ал бағалы қағазды сату арқылы табыс тапсаңыз, оның 10%-ын Қазақстанға төлеу керексіз. Енді сізде осы салықты қалай төлеймін деген сұрақ туындауы мүмкін. Жаңа айтып өткендей, Қазақстанда салықты өзіңіз төлейсіз. Яғни, әр жылдың наурыз айында салық мүшелеріне 240 салық декларациясын өткізуге міндеттісіз. Немесе оны 240-шы форма деп те айтып жатады. Жаңа айтып өттім, Қазақстандық биржаларда сауда-саттық жасайтын азаматтар салықтан босатылады. Бірақ, салықтан босатылғандығыңыз, сіз салықтық декларацияны жариялаудан да босатылдыңыз дегенді білдірмейді. Жалпы алғанда, жыл сайын сіз наурыз айының соңына дейін салықтық декларацияны мемлекеттік салық мүшелеріне инвестициялаудан табыс тапқан жағдайда өткізуге міндеттісіз. Яғни, 240 салық декларациясын жыл сайын наурызда жариялап тұру керексіз. Оны кабинет.салық.kz сайтында онлайн түрде өткізсеңіз болады. Ал салықтың өзін сол жылдың 10-шы сәуіріне дейін төлеуге болады. Оны сол сіз декларация өткізген сайтта немесе банктың қолтаңбасы арқылы төлеуіңізге болады.
Мына кестеден қай жағдайда салық декларациясын өткізесіз және қай жағдайда өткізбейтіндігіңізді қысқаша жазып өттім. Инвестициялаумен айналысатын болсаңыз, немесе жоспарлап жүрсеңіз, естеріңізге сақтап, немесе көшіріп алуларыңызды ұсынамын. Сонымен, қай жағдайда декларацияны жариялайтындығымызды айтайын. Біріншіден, егер сіздер салықтық жылдың 31 желтоқсанында шет елдің бағалы қағаздарына иелік етсеңіз, салықтық декларацияны жариялайсыз. Екіншіден, шет елдік биржалардан дивиденд алсаңыз, декларацияны жариялайсыз. Үшіншіден, шет елдік биржаларда бағалы қағаздарды сатуда табыс тапқан болсаңыз, декларацияны жария етесіз. Төртіншіден, қазақстандық биржалардан бағалы қағазды сату кезінде табыс тапсаңыз, салықтық декларацияны жариялайсыз. Және соңғысы, егер қазақстандық биржада саудаланатын шет елдік компаниялардан дивиденд алсаңыз, салықтық декларацияны жария етесіз. Енді келесісі, қай жағдайда декларацияны жарияламайтындығымызды айтайын. Біріншісі, егер қазақстандық биржаларда саудаланатын қазақстандық компаниялардан дивиденд алсаңыз, салықтық декларацияны жарияламайсыз. Екіншіден, сіз қазақстандық биржада қазақстандық компаниялардың бағалы қағаздарын сатпасаңыз, декларацияны жарияламайсыз. Қысқаша, ешқандай табыс көрмеген жағдайда жарияламайсыз. Сіздерге осы сәт түсінікті болды деп үміттенемін, себебі оны білу өте маңызды. Жалпы, байқасаңыздар, негізгі салықтың басым бөлігін Қазақстанға төлейміз, және салық көлемі елімізде басқа дамыған елдердегідей көп емес. Мысалы, ақш-та салық көлемі ақш резиденттері үшін шамамен 30%-ға дейін жетеді. Сіздерге видео ұнады деп үміттенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраудың үстінен басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.